Өзіңіз қолымды ауыртып жатсыз. Сіз кімсіз? Жіберіңіз деп тұрмын. Кетейікші бұл жерде. Ес дұрыс емес сияқты. Сая, сен бұл жігіт танисың ба? Қайдағы бірінші рет көрдім. Сая, мүмкін ол сен біреуге ұқсатқан шығар? Ғашық болып қалған шығар сірә, ұзағынан қарады ғой. Ой, қайдағын айтпаңдаршы. Асик, қиялындағы ұры жүрегіңе маза бермей жүр шамасы. Асик, неге өзіңді босқа өреге саласың? Ол сенің жай қиялың ғана. Асик, сен ол қызды ойыңнан шығар. Қиялың болмаса, егер ол сен жаныңда жүрсе де, саған қарайды деп ойлайсың ба? Қарамайды ол саған. Ей, қой! Балам, кешегі шаруа қалай болды? Өте керемет деп айта алмаймын. Біраз бітпей тұрған шаруалар бар. Жарайды, оны бітіру аса қиын емес. Жасмендегі жұмыстар қалай? Жүріп жатыр ма? Менде бір қалыпты. Қазір сонда барайын деп жатырмын. Басқа ештеңе айтпаймысыз? Жарайды балам, менде бір шаруалар болып тұр. Сен сонда бара бер. Кім ол екен? Кім ол? Откройте, это хозяйка. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто дома? Ты одна, что ли? Да, өзім ғана. Вы задерживаете аренду. Да и телефоны отключены. Брат твой где? Кешіріңізші, біз әлі ақшаны толық жинай алмай жатырмыз. Ничего не знаю. Чтоб завтра собрали всю сумму. Так и передай брату. Я не собираюсь с вами нянькаться. Жарайды айтамын, ренжімеңізші. Жасмен, мұнда не ағып жүрсің? Мен саған айтпадым ба, оқудан шыққан соң тікелей үйге бар деп. Әкем оқудан шыққан соң маған келіп кет деген. Әкем екеуміздің баратын жеріміз бар. Содан соң әкем екеуміз үйге бірге барамыз. Жақсы, жарайды. Жаным, кешкісін Марат досыңның туылған күніне шақырып жатыр еді. Ешқандай жоспарың жоқ па? Жоқ, жаным. Ендеше кешкісін дайын бол, сені өзім алып кетем бар. Жарайды, келістік. Не дейді? Түсінбедім мен. Сүйрет саласың ба? Жаным, сүйретін салдатамыз оғанда? Жүр онда, көрейік.
Сая. Сая. Сен бірдеме ойлап отырсың ба? Әлгі жігіт кім екеніне әлі көзім жеткізе алмай отырмын. Кім ол? Неге мен қолымнан ұстады? Мүмкін сені біреуге ұқсатқан болар? Иә, Сая. Адам адамға ұқсай береді ғой. Жоқ, мен олай ойламаймын. Мен түбіне жеткім келеді. Аға келдіңіз бе? Аға, сіз осы қызды көрдіңіз бе? Аға, үйге есі келді. Не істейміз? Сіз ақша таптыңыз ба? Бар осы ма? Аға, ол өте ашулы. Біз үйден қуып жіберсе не істейміз? Аға, ата-анамыз болғанда мұнша қиналмас едік, иә? Неге бізді ата-анамыздан ерте айырды? Тым болмағанда сіз сөйлей алғанда ғой. Бұлай қиналмас едік. Аға, біз үйден қуып шықса не істейміз? Сен кімсің? Мен саған сөйлеп тұрмын. Әлде мені біреуге ұқсаттың ба? Неге жауап бермейсің? Әлде мылқаусың ба? Кешір. Шын кешір. Мен сен көңіліңе тидім. Мен сен кім екеніңді білгім келеді. Жоспарың керемет.
Біріншіден, мынау сен салған суретіңе. Екіншіден, бұл сенің өтірік сезіміңе. Үшіншіден, сен мүмкін сөйлей де аларсың. Қане сөйле. Сөйлесең қосамын. Тоже мне художник. Дархан, Танер, өздерің айтып жүрген жақында ресторан іске қосылады. Сол жөнінде өздеріңмен бір ақылдассам ба деп едім. Әрине бауырым. Қол ұшымыздан келген көмекті аямаймыз ғой. Оған көп рахмет әке. Мен айтайын деген осы жолы ашылу салтанатын бір ерекше қылып өткізгім келеді. Дұрыс қойған әке. Қай күнге жоспарлап отырсың? Өзгеше қылып өткізу үшін әрине бізге де уақыт керек дегендей. Өзің білесің бе? Данияр дұрыс айтады. Ақыры өзгеше өткізгің келсе, бізге сенім артсаң, жақсылап өткізуге тырысамыз. Бірақ оған аздап уақыт керек. Уақыт бізде 2 ай бар, жігіттер. Үлгереміз, ә? Енді тырыссақ, бәріне үлгеруге болады. Жақсылап тырыссақ, жақсылап өткіземіз. Жақсы, рахмет, жігіттер. Мен өздеріңе сенем. Көп рахмет. Ой, болса қанат біз тұрайық, барар жеріміз бар еді. Ол, байланыста боламыз. Жақсы, рахмет, жігіттер. Масқар қайда? Асик! Жұмыс заттарын тастап қайда кеткен? Мүмкін жақын маңда жүрген болар. Осында болса күтейік. Егер үйіне кетіп қалмаса. Үйіне кетсе, заттарын алып кетпес пе еді? Алло, да, Сая? Айгүл, сәлем. Ертең саған бір өтінішім бар. Иә. Ол қандай өтініш? Ертең универге бармай қояйықшы. Бір шаруаларды бітіру керек. Аха, жарайды, рахмет. Жарайды.
Аға, тұрмысшы. Не болды сізге? Әлде бір жеріңіз ауырып жатыр ма? Ештеңе де жемедіңіз. Аға, тұрмысшы. Динар апай келді. Не істейміз? Бізде әлі ақша толық жиналмады ғой. Здравствуйте. Ну что, приготовили аренду? Жоқ, толық емес әлі. Мен сендерге кеше не айттым? Как так можно? Нужно же понимать, я вас не выгоняю в такой мороз на улицу. Знаете почему? Потому что я знала ваших родителей. Нужно же быть благодарными. Мое терпение лопнуло. Аға, сізде ақша бар ма еді? Ағамда ақша бар екен. Міне, рахмет. Ренжімеңізші. Но это уже другое дело. Нұреке, Ау? өзің білесің, біраз жылдар болды араласқанымыз. Бауке. Не айтпақ болып отырғанымды біліп отқан шығарсың. Бауке, жалпы ойынды түсіндім. Білесің, бұндай үлкен шаруаны шешу үшін қазіргі таңда қаражат керек. Ақша. Әрине, Нұреке, бәрі ақшаға кетті. Маған сенімді мықты үлкен құрылыс компаниясы. Құрылыс компаниясы. Міне, осы жақында мен Стамбулда болдым. Бір құрылыс компаниясымен келісім шартқа отырдым. Неге десем, Бауке, маған жасаған жұмыстар 100% ұнады. Мен өзім ойлаймын, саған да ұнайды деп. Келістік онда, Нұрек? Келістік. Сая, біз бұл жерге не үшін келатырмыз? Айгүл, өтініш, маған артық сұрақ қоя бермеші. Мен саған жанымда жүрші деп өтіндім, бірақ үндемеші. Сәлем, жігіттер. Осы жерде Асқар есімді жігіт отырушы еді, танимысыңдар? Мен сені танимын. Сен Асқар салатын сюжетіндегі қыз емессің бе? Иә, дәл солай жігіттер. Сендер кім боласыңдар? Біз Асқардың достары боламыз. Асқар қайда? Біз кешеден бері көрмедік. Бүгін тағы жоқ. Өзімізде күтіп отырмыз. Маған бір қызығы, ол шынымен де сөйлей алмай ма? Әлде... Жоқ, Асқар ата-анасынан айырылғалы бері осындай халге жетті. Расында ма? Мекен жайы қандай? Мен сендерге не айттым? Керек материал жеткізіліп тұр. Ақша аударылды. Басқа не керек енді? Келесі айда бәрі дайын болсын. Болды, басқа әңгімені қойып, болды, тоқтатыңдар болды. Аға, не сөйлестіңіз? Ол саған қатысы жоқ. Сабағың қалай жасың? Жаман емес, аға, бір қалыпты. Ән байқауына да дайындалып жатыр. Дұрыс, ән байқауға қатыс, бірақ ең маңыздысы білім. Байқауға қатысың да біліміңді ұмытып кетіп жүрме? Әрине, аға. Аға, тұрмысшы. Тамақ та ішпедіңіз.
нағыз суреттен жайып тастапсыз. Кім екенін білмейсіз. Түсінбедім аға сіз. Saya? Қандай saya? Кешір. Кешір Асқар. Мен саған ауыр сөздер айттым. Бірақ сен мені білмейсің. Қалайша мен сен жүрегімді біле аламын. Бұл қалайша болуы мүмкін? Үміттің жібін сенен бұрын үзген едім. Жалындың басқаны өкпем жоқ көзге. Менің кеудемдегі жүрек емес мұздыр едім. Амал жоқ, ұмыттың мені, іздемедің. Кеудемдегі жүрек емес мұздыр едім. Амал жоқ, ұмыттың мені, іздемедің. Ақ құсым арман болдың, жоқсың табылмадың. Пәкмісің алтыным, жарығым, жаным, жаным. Іздемедің мәңгі өшпес жаныңда мұң. Амал жоқ, ұмыттың мені, сағынбадың. Іздемедің мәңгі өшпес жаныңда мұң. Амал жоқ, ұмыттың мені, сағынбадың. Ғашығым, күнім, айым, бағым, жыламағын. Асылым ұмытып
шешерсің сірә бәрін іздемедің қайтем мейлі сұрағаным амал жоқ бәріне көндім шыда жаным іздемедің қайтем мейлі сұрағаным амал жоқ бәріне көндім шыда жаным бәріне көндім шыда жаным Иә? Кім екен ол жігіт? Есім Асқар. Әсел деген қарындасы бар екен. Өзі мылқау. Осыдан 5 жыл бұрын әке-шешесі қайтыс болыпты. Содан Асқар тілінен айырылған екен. Сол бары осы. Сен не істеп жүргенін білесің бе? Әлде өзім айтайын ба? Мен не істеп жүр екем? Не істеп жүр? Сен әлгі жетімек мылқауыңның көңіл байланыстырып жүргенің өтірік пе? Әлде шындықты өзің айтасың ба? Аға, бұл мен өз өмірім. Мен өміріме араласқасын хақыңыз жоқ. Не деп тұрсың сен? Әкеміздің абыройына қарадақ түсірмек ойын бар ма? Мен сені әлгі жетімек мылқауыңмен тайраңдатып қоймай. Соңғы ескертуім болсын. Ей! Бұл не айқай? Қандай соңғы ескертуді айтып тұрсың? Әке, оны қызыңыздан сұраңыз. Кіммен көңіл байланыстырып жүрген? Жетімек. Оған қала берсем мылқау. Адамның тіпті күлкісі де келеді. Қызым, ағаңның айтып отырғаны рас па? Әке, мен оны сүйіп қалдым. Сүйіп қалдың не сен?
Әке, өтініш қарсылық білдірмеңізші, әке. Есің дұрыс па өзің? Сен айтып отырғаныңды білесің бе? Бұл сөзіңді естімейтін болайын. Сәл күнде анаң келеді. Досым Жеңістің баласында ата сарайында отырғанымызды ұмыттың ба? Дәл осы әңгімені қайтадан еститін болсам, үйден шықпайсың, оқуыңа да бармайсың. Болды, осымен бітті. Ne oldu canım? Ne oldu? Nega жылабатсың жаным? Қолыным менің. Nega жылабатсың? Еркетайым менің. Әжем, мен ол жігітті сүйем, әкем бәрі қарсы болады. Енді балам саған әкең жақсылық ойлайды ғой, жамандық ойламайды ғой. Айналайын. Әкең мінезін білесің қандай екенін. Өзің ойлан жаным. Әкең айтқанын істе. Болды қарағым, жылама жаным. Оқуыңа барып сабағыңды істе. Әкең саған жақсылық ойлайды ғой, жамандық ешқашан да ойламайды. Айналайын. Өзіңді ойла. Жолыңды тауып, бәріміз де сенің бақытты болғаныңды қалаймын, айналайын. Сабағыңды істе жаным. Жылама, қоя ғой, бара ғой. Әпке, бұл рас па? Әпке, жыламаңызшы. Я, рас. Енді сен жетпей тұрып. Ағатай, бірдем айтсам ренжімейсіз бе? Әлгі Сая есімді қыз, меніңше сізді алдап жүрген секілді. Білмеймін аға, алдап жүрген жоқ та шығар. Сізді сүйетін болар. Бірақ ағатай, шынына келсек, Сая бай дәулет отбасының қызы. Әке-шеше сіздердің махаббаттарыңызға қарсы болады деп ойламайсыз ба? Ағатай, сіздің жүрегіңіздің ауырғанын қаламаймын. Мүмкін тоқтатарсыз.
қалайшымыз? Кешіріңіз, бірақ Асқар ағам үйде жоқ. Кімбіз? Келіңіз отырыңыз. Тыныштық па? Неге жылап отырсыз? Мен үйден кетіп қалдым. Сен осында біраз уақыт бола тұрсам бола ма? Әрине. Ата-анаңызшы? Іздеп қалмай ма? Асқар, мен үйден кетіп қалдым. Осында бола тұрсам қарсы болмайсың ба? Әкем бәрін біліп қойды. Ол бізге қарсы. Бірге болу үшін осында қалған дұрыс деп шештім. Аға, сіз не Ясмин, не саған не айтты? Әпкең қарағып отыр деген жоқпын ба? Біліп отырмыз міне, қайда кеткенін білдім. Қайда кетші еді әкел? Әлгі бұқаудан басқа айтқан сөзді ұқпайды екен. Енді маған ренжімесін. Мен бұларға тасып. Әке мыналарды қара. Енді жетпегені қол ұстасып, баса көктеп үйге кіруі. Мен бұларға көрсетейін. Қызым, бұл қаймасаң? Әлде мен айтқан ұқпадың ба? Кешіріңіздер. Иә, мен жетіммін. Сөйлей алмаймын. Бірақ мен Саяны шын жан тәніммен сүйемін. Мүмкін, мен Саяны бақыт ете алмайтын да шығармын. Қолымнан да келмейтін шығар. Сіздердің алдарыңызда мен кіммін? Жай ғана бір зағип жан. Бірақ бір Алланың алдында барлығымыздың теңдігіміз бар. Мен де көп ойландым. Сая екеуміз тең емеспіз. Сая біздің үйге келді. Мен ата-анасының разылығынсыз үйіме жатқызып қоя алмаймын. Өз қолымен алып келдім. Жетістің бе? Әкем! Әкем атамызды беріңші, әкем! Бар бөлмеге. Бөлмеге бар.
жолдасың қасынан көрмейтін болайын. Көрсем, өз қолыммен өлтірем, түсіндің бе? Әке, қойыңызшы болды, жылай бермей. Әкем дұрыс айтады. Не дұрыс? Не дұрыс екенсен шаруам болмасыншы. Жасмин, бір жақсылығым болсын, мен бөлмеде жалғыз қалдыршы. Naturunuz ne? Unluğum size de ağa. Bunu sorar sen mi? Ayttım mı size? Ağa. Ең болмаса жүрегіңізді бір тыңдаңызшы. Өзіңіз дәуреге салмаңызшы. Сізден басқа кімім бар? Сізге бірдеңе болса мен не істеймін?
Қарындас, скорый бар ма? Көмектесіңдерші. Қарындас. Қарындас. Да? Не? Не дейді? Қай аурухана? Қазір жетем. Сен мен қарындасымды қаққан. Егер бір тал шаш түсіріп болса мені жақсы күтпе. Қанат! Так, адреналин, атропин. Давление сколько? Давление падает. Преднизолон. Пульс. Пульса нет. Заряжай. Раз, два, три. Раз, два, три. Пульса нет.
Еще адреналин. Раз, два, три. Раз, два, три. Все. Ну все, потеряли мы. Извините, мы сделали все, что в наших силах, но мы потеряли ее. Ты куда? Ben seni canım. Соня. Üzülüyorum Sonya. İkimizin baktık günlerimizden aldı Sonya. Beni tatsan bitmişsin.
Қарашы. Тілімші. Мен сөйледім. То воля Аллаха дал жизнь. Сая, тірі. Аға, сіз сөйледіңіз бе? Сая, тірі. Мені тастамады. Мені тастамады. Сая, тірі. Айналайын балам. Қызымды шын сүйеді екенсің. Жоқ, мен. Мен сендерге қарсылықпен білмеймін. Бақытты болыңдар. Произошло чудо. Аллах вернул ее. Благодаря его любви к ней, она вернулась к жизни. Поздравляю вас. Әке, сая тірі, әке. Сая кеткен жоқ, жанымызда, әке. Саяжан, білесің мен сені қалай сүйемін? Иә, жан. Сен мен қалай сүйсең, мен сені одан есе артық сүйемін.
жолында бізде жолымыз бірге жолаушы едік ерке